Баяғыда бір жолаушы келе жатып сандық тауып алады. Ашып қараса, ішінде алтын тас жатыр. Құдайым жоқ жерден берді ғой деп шаттанған бейбақ алтынға қолын соза бергенде алтын тас үлкен жыланға айналып өзіне тап береді. Ей бейшара, не тапсаң да өз сорыңнан көр. Сандықта жатып 1000 жыл бойына біреу мені босатса алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деп тіледім. Ешкім құтқармады. Бүгін кімде-кім құтқаратын болса, соны жұтамын деп серт бердім. Сен кезіктің, енді сертімді орындаймын дейді. Жолаушы шырпыр болып жалынса да жылан көнбейді. Кенет 30 жолаушыны оның көзі шалады. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен, бұған шамамыз жетпес деп кетіп қалады. Жылан жақындай түседі. Бейбақ, өлген жерім осы болды ғой дей бергенде тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы құтқар деп жалынады. 30-дың шамасы жетпегенде бізде не күтесің деп олар да кетіп қалады. Жылан төне түседі. Бейбақ иманын үйреді. Сол кезде бір аласа бойлы адам келе қалады. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар деп сұрайды. Жылан мән жайды баяндап, 30-дан қайыр, 5 жаннан пайда болмағанда сен не істей аласың, жолыңнан қалма дейді. Аласа адам, ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа, өтірігіңе сенбеймін. Айтқаның рас болса, мына денеңмен кішкене сандыққа қалай сыйдың? Көз көрмей, көңіл сенбейді, дейді. Жылан бұлқан-талқана шуланып, сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін, дейді де түтінге айналып, жоғары көтеріліп, сандыққа кіріп кетеді. Аласа адам сандықты тас жауып, жыланнан құтылдың, енді жолыңнан қалма, дейді. Жолаушы қуанып, айлаңда асырдың батыр, қарыздармын, жөніңді айт, кімсің, дейді. Бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзің. 10 пәленің 9-ы тілден, орынсыз сөз иесін қабады. Ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстамаған оразаң, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазың. Құлшылыққа салғырт қарадың, олардан қайран болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей-кепшіктерге садақа бердің. Мен өзің пісіріп таратқан шелпекпін, сені құтқаруға Құдай жіберді, депті. Жолаушының 7 шелпегі өзін бір апаттан құтқарған екен. Енді бір аңызда 7 шелпектің қауіп-қатерден сақтайтын шарапаты былай баяндалады. Ертеде бір аңшы болыпты. Ол қыран құсты баулап, саятшылық құрады екен. Аңға шыққанда бірнеше күн жүріп, қанжығасы майланып оралып жүреді. Бір күні ол тағы да тауға кетуге әзірленеді. Құзар шыңға ұя салатын ақиық қыранның балапанын үйіне келіп баптауды ойлайды. Сапарға шығатын күні ұйқысынан шошып оянады. Бір бәлені жүрегі сезеді. Әйеліне, мен аңға шыққан мезетте 7 шелпек таратып жібер, деп тапсырады. Әйелі, жарайды, айтқаның болсын, деп ері аттанған кезде 7 шелпек пісіріп, көршілеріне таратып жібереді. Жұрт қабыл болсын, деп күлші наннан дәм татсады. Аңшы бұдан бұрын да бүркіттің балапанын алып кетеді екен. Қыран аңшының тағы келерін сезеді. Олжа іздеп кетер кезде ол балапанын тауға аманаттайды. Бөгде біреу ұяма тиесіп, балапанымды алып жатса, жартасты жаңғырықтырып хабар берерсің. Оны құздан лақтырып көздерін ояйын, дейді. Тау бүркіттің өтінішін қабыл алады. Біршама уақыттан соң қыран ұяға келсе, балапаны жоқ. Ол аңшының алып кеткенін біліп, қатты налиды. Тауға, саған хабар жеткіз деп едім ғой, балапанымды неге беріп жібердің, деп ренжиді. Тау, мен саған хабар бергім келген, бірақ аңшы балапаныңды алып жатқанда 7 күш 7 жағымнан басып тырп еткізбеді. Қозғалуға мұршам болмады, деп ақталыпты.
Жеті күлшенің шарапаты алып тауды басып, аңшыны бір апаттан сақтапты. Жеті шелпек жеті түрлі бәледен сақтайды деген сөз осыдан қалған деседі. Шелпектің жетеу болуы жайлы аңыз оңтүстік Қазақстан өңірінде жақсы сақталған. Қазығұртта өмір кешкен Ысқақ Қожа есімді әулие кісі болыпты. Ол ел жұртын адамгершілікке, арлылыққа, ізгілікке шақырып, зұлымдықтан тыйып отырады екен. Ысқақ Қожа дүниеден өткенде баласы Ысмайыл Қожа әкесін жерлеп, 40-на дейін бейсенбі күні 7 шелпек пісіріп, халыққа таратыпты деседі. Бір күні отан біреу, тақсыр, неліктен 7 күлше таратасыз, бір күлше берсе болмай ма? Деп сұрапты. 7 күлшенің сауабы 7 атаңа, одан асса 70 атаңа кетеді. Ал бір күлше өз қара басыңа ғана жетеді депті. Садақаға тартылатын күлшенің жетеу болуында да осындай мән бар екен.